Израиль жерорта теңізінде орналасқан жалғыз еврей мемлекеті және Палестина Израиль бақылауындағы жерлерден шыққан араб халқының территориясы. Израильдің батыс жағалауы мен Газа секторын басып алуымен жалғасып келе жатқан қақтығыстармен бұрыннан белгілі. Израиль мен Палестина арасындағы шиеленіс соңғы жылдары күшейіп, екі тарап арасындағы көптеген қиян-кескі қақтығыстарға аяқталды. Израиль-Палестина қақтығысының түп тамырын түсіну үшін бірнеше мың өткенге көз жүгіртуіміз керек. Израиль-Палестина қақтығысының алғашқы тарихы біздің эрамызға дейінгі 17 ғасырда Құдайдың шақыруымен Ыбырайым, Ысқақ, Жақып Қанаханға қоныстанды. Кейінірек Израиль жері деп аталды. Біздің эрамызға дейінгі 1000 жылы Сауль патша Израильдік монархияны құрды. Кейін ол Израиль және Яхуда патшалығы болып екіге бөлінді. Біздің дәуірімізге дейінгі 63 жылы Рим империясының жаулап алу Яхудаға Палестина атауын берді. Осы уақыт ішінде христиандық Рим империясының соңына қарай үстемдікке айналды. 636 жылы арабтардың жаулап алуы исламның таралуын бастады. 11 ғасырда Еуропадағы христиандар қасиетті қаланы христиандардың қолына қайтару үшін бірнеше рет крест жорықтарын бастады. Ал 16 ғасырдан бастап еврейлердің көне отанын еврей ұлттық мемлекеттің құру мақсатымен сионизм деп аталатын қозғалысқа қосыла бастады. Бірінші дүниежүзілік соғыс 1918 жылы жарылды және Осман империясының ыдырауымен аяқталды. Оның таяу шығыстағы жерін Британ және Франция империялары ойып алған. Ұлыбританияның бақылауындағы аймақты Палестинаға британдық мандаты деп атады. Екеуі де жерді талап еткен еврейлер мен арабтар арасындағы шиеленіс күшейді. Бұл тіпті зорлық-зомбылық әрекеттеріне әкелді. 1947 жылы Біріккен ұлттар ұйымы Палестинаны екі тәуелсіз мемлекетке бөлді: еврей мемлекеті және араб мемлекеті. Иерусалим қаласы ерекше мәртебесі бар халықаралық аймаққа айналды. Осыдан кейін бір жыл өтпей, Израиль өз тәуелсіздігін мемлекетпін деп жариялады. Декларациядан кейін бірден 1948 жылы Араб-Израиль соғысы басталып, 1949 жылы атысты тоқтату туралы келісімге қол жеткізіліп, тарихи Палестинаның 2/3 астамын, соның ішінде батыс Иерусалимді Израильге берді. Келесі 10 жылдықтарда көбірек соғыстар мен шайқастар болды. Атап айтқанда, Израильдің жеңісімен аяқталған 6 күндік соғыс, 1982 жылы Израильдің Ливанға басып кіруі, Палестинаны азат ету ұйымын Бейруттан қуып шығуы, Осло келісімдерін аяқталған бірінші интифада, екінші интифада Израильдің Газадан шығуымен аяқталды. Содан кейін Израиль мемлекетін жойып, ислам мемлекетін құруды мақсат еткен 1987 жылы құрылған сунниттік исламшыл содырлар тобы Хамас құрылды. Газа шайқасынан кейін Хамас пен Фатх арасындағы қақтығыс Хамас Палестинаны билігінен бөліп, Газада билікке ие болды, ал батыс жағалауында бөлек басқарды. Израиль Газаны тұншықтыратын блокадаға түсіріп, Израиль мен Газа секторын бүгінге дейінгі бақылауда ұстаған. Хамас әскери тобы арасында бірнеше қанды соғыстарға әкелді. Израиль мен Палестина арасындағы соғысқа не себеп болды? Израиль мен Палестинаны бейбіт келісімге келе алады деп ойлайсыз ба? Төмендегі пікір бөліміне жаза кетіңіз. Қарағандарыңызға көп рахмет.